Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен нағыз қазақ палауын жасайтын боламыз. Алдымен қазанымызға сұйық майымызды құйып аламыз. Пиязымызды жіңішке етіп турап, қазанға салып қуырамыз. Пиязымыз сәл қызарып, әдемі түске енген кезде етімізді, тураған етімізді салып, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сосын бізге қызыл сәбіз бен сары сәбіз қажет болады. Қызыл сәбіз бен сары сәбізді турап қоссаңыздар дәмі ерекше болады. Пиязымыз, етіміз қып-қызыл болып қуырылған соң сәбізімізді салып, жақсылап араластырып, сөлі шыққанша қуырамыз. Сосын су құйып, қайнап шығады. Қайнап шыққан соң зірамызды саламыз, мейізді салып, қайнатуға қоямыз. Жақсылап қайнап піскен соң етіміз, күрішімізді салып, үстіне су, күрішіміз сәл батқанша су құйып, қазанымыздың қақпағын жауып бұқтырып аламыз. Сосын 10-15 минутқа қазан қақпағын жауып бұқтырып, міне біздің нағыз қазақ палауымыз дайын болды.